Сәлеметсіңдер ме балалар? Көркем еңбек сабағын бастаймыз. Жылы және суық түстер, реңк атаулары. Бүгінгі сабақта түстердің негізгі және құрама екенін білесіңдер. Қай түстер жылы және суық екенін түсінетін боласыңдар. Негізгі түстерге қызыл, көк, сары түстер жатады. Құрама түстерге қызғылт сары, жасыл және күлгін түс жатады. Жасыл түс сары және көк түстің қоспасынан тұрады. Күлгін түс қызыл және көк түстерден құралған. Мына суреттерге назар аудар. Олардың түсі қандай? Әрине жасыл. Алайда олардың түсі әртүрлі. Түсі емес, реңктері алуан түрлі. Реңк бұл бір түстің түрленуі. Жаңа бояу реңктерін шығару үшін бір түске басқа түсті қосу керек. Сонда бір түстің алуан түрлі реңктерін алуға болады. Реңктер де бояу түстері сияқты жылы және суық болып бөлінеді. Егер кез келген түс реңктерінде сары немесе қызыл түс басым болса, олар жылы реңктер болады. Ал көк түс басым болса, онда реңктер суыққа жатады. Енді балалар, сендерге тапсырма. Реңктерді шығарып үйреніңдер. Екі негізгі бояуды таңдап алып, бояуларды араластырыңдар. Олардың қайсысы суық, қайсысы жылы екенін анықтаңдар. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.